мектеп мұғалімдері және мектеп түлектері. Бүгін еңбек ардагері, Қазақ СССР халық ағартушысының озық қызметкері Сәбиханова Клара Сәбиханқызы атындағы математика кабинетінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Салтанатты жиынды ашық деп жариялаймын. жылдар аралығында Семей қаласындағы номер 16 қазақ орта мектебінде 37 жыл қызмет етіп, 1973-1975 жылдар аралығында директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары лауазымын атқарды. 2004 жылдан бастап Клара Сәбиханқызы еңбек демалысында. Құттықтау сөз мектеп директоры Құрманғалиева Бақытгүл Қадырбекқызына беріледі. Құрметті ардагер ұстаздар, қонақтар, педагогтар, оқушылар, өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты, білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкірт жандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық ұстаздық мамандық. Мамандықтың бәрі жақсы десек те, ұстаздың орны ерекше. 2019 жылы 27 желтоқсанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Педагог мәртебесі туралы заң Қазақстан Республикасы заңының мақсаты педагогтардың мәртебесін арттыру, жүктемесін азайту, оларды жосықсыз тексерулерден, өздеріне тән емес функциялардан қорғау, ынталандыру бойынша өзгелерді мәселелерді заңнамалық деңгейде шешу. Бұдан басқа заңда педагогтардың құқықтары мен міндеттері қарастырылған. Сондай-ақ педагогикалық қызметке рұқсат беру талаптары белгіленген. Ұстаздық ұлы қасиет. Бала жанмен біте қайнасқан ұстаздар ғана оқушының жадында мәңгі сақталады. Ұстаздықты бар ұлағаттың басы деп білетіндердің орны мектеп. Осы бір айтылған сөздер ұлағатты ұстаз өз пәнін жетік меңгерген және оны шәкірттеріне
бар жан тәнімен ұғындыра білген Қазақ СССР халық ағартушысының озық қызметкері, еңбек ардагер ұстаз, математика пәнінің мұғалімі Клара Сәбиханқызына арналған деп айтуға болады. Бүгінгі күні мектеп түлектері мен туыстарының демеушілігімен Қазақ СССР халық ағартушысының озық қызметкері, еңбек ардагері, математика пәнінің мұғалімі Клара Сәбиханқызы атындағы заманауи үлгідегі математика кабинеті ашылып отыр. Барлық демеушілерге мектеп ұжыматынан алғысымды білдіремін. Шәкірттерінің білімінің терең, тұңғиына еніп, күннен күнге математикаға деген қызығушылықтарының арта түскенін байқаса, шәкірттерімен бірге қуанып отыратын, өз ұлтына деген үлкен құрметпен қарайтын ұлтжанды ұстаздың бірі Клара Сәбиханқызы. Қазіргі күні зейнеткерлік демалыста болса да, Клара Сәбиханқызы ұзақ жылдар қызмет атқарған 16-шы мектеппен байланысын үзген жоқ. Үнемі келіп, ақыл кеңесін айтып, мұғалім мамандығының аса құрметті мамандық екенін айтудан жалыққан емес. Клара Сәбиханқызы, мен сізге мықты денсаулық тілей отырып, шәкірттеріңіздің алғысы мен құрметіне бөленіп, ұзақ ғұмыр кешуіңізді тілеймін. Рахмет. Келесі құттықтау сөз Семей қаласы білім бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Біржан Заманбекұлына беріледі. Құрметті мектеп оқушылары, аса қадірменді ардагерлер, ұстаздар, әріптестер, бүгін міне Төлебай Аманов атындағы номері 16-шы мектепте осындай үлкен қара шаңырақта үлкен той деп айтуға болады, үлкен қуаныш. Міне бүгін Клара Сәбиханқызы атындағы математика кабинетінің тұсауын кесуге бәріміз жиналып отырмыз. Енді жаңа Клара Сәбиханқызы туралы мектеп директоры айтып кетті. Бұл кісі өзінің саналы ғұмырын бала тәрбиесіне, осы педагогикаға арнаған. Сондықтан бұл кісінің оқушылары, мектеп түлектері, туыстары бүгін міне осындай заманауи үлгідегі оқушылардың тек қана сапалы білім алып қоймай, бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасуына бірден-бір ықпал ететін осындай үлкен кабинет ашып отыр. Сондықтан бүгінгі қуаныш барлығымызға құтты болсын. Құрметті оқушылар, осы кабинеттен сендер білім алып, сендердің математикаға деген құштарлықтарын одан сайын артып, үлкен амандықтар шығады деп сенеміз. Мереке барлығымызға құтты болсын. Мектебіміздің бірінші сынып оқушылары Адабаева Айсана мен Елубекова Аяланың орындауында ұстазым әнін қабылдаймын. Белім келіп,
кабинетінің ашылуына 1977, 1982, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 және 2020 жылдардың түлектері мен Клара Сәбиханқызының туыстары демеушілік жасады. Клара Сәбиханқызына арнаған өз өлеңдерін және әріптестерінің қызмет жолындағы естеліктерін оқуға мектеп оқушыларын ортаға шақырамын. Мектепші Гүлнар Болатқызы. Осы мамандықта таңдауыма себепкер болған ұстазым Клара Сәбиханқызы. Барлық ғылымдардың патшасы болған математиканы бүге-шігесіне дейін үйретіп, қызығушылығымды ойнатқан. Осы мамандыққа жетелеген, менің өмірімде темір қазыққа айналған ұстазыма алғысым шексіз. Бала десе ойламайды өз қамын, көрсем дейді күнге де қол созғанын, ұстаз деген шын жүректен тілейді, шәкіртінің өзінен де озғанын. Бір жөнін қалмасын деп танытпаған, барын тәбейілді салынмаған, шындаған құрыш құйып ұстадайын. Ұстазым үйретуден жалықпаған. Қиын бірақ оны алып жүруде, өмір жолын ұстаздыққа арнаған талай мықты ұстаздар бар елімізде. Шәкірттерін сусындатқан білімімен, шындатып мұңды үйреткен жүрегімен, ұстаз деген ұлы атақты пір тұтып, өз үйінде санаған мектептерін, сен оның түр келбетін сараптама, мен болады әппақ жүзді барақтада. Ұстаздан шәкірт озар дейді қазақ, әрқашан бізге болсын ұстаздары. Білімнің қадам сүйегі, мектебін жаны сүйеді, қарапайым мамандық, ұстаздық атты киелі, бойына жиған нұрағын, мектебін жаққан шырағым, шәкіртімен көркейін, қастерлі тұлға ұстазым. Хан бол мені қара бол, дарым бол мені дара бол, өтетін бәрі алдынан, ұстаздар бейне сара жол, ұстаздар ұлттың тірегі, ұстаздар мектеп жүрегі, ұрпаққа жетер ұстазбен халықтың ұлы түрегі. Аманат жүгін көтерген, ұстаздық оңай іс емес, шаршауын шәкірт өтеген, ұстаздар осал күш емес. Құрметті қонақтар, ардагер ұстаздар, осы дәліз бойымен жаңа кабинетке қарай өтулеріңізді сұраймын.
математика кабинетінің салтанатты түрде лентасын құю Семей қаласының білім бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Біржан Заманбекұлы мен отбасылық досы дәрігер-нефролог Мирамет емханасының директоры Сұлужан Мұқановнаға беріледі. Шәкірті Қазақстан Республикасының білім беру жаңа кабинетке кіруге рұқсат. Жаңа кабинеттің ашылуына шашу құрметі ардагер ұстаз математика пәнінің мұғалімі Гүлзия Мұсабековнаға беріледі. Ana жақсы ойластырып бәрін әрбір жылдар қалай әдейі 39 жылда қонақтар, ардагер ұстаздар, бағындырайын деп тұрсаңыздар бер жаққа алдындағы математика кабинетін ашумен құттықтаймын. Және де осы кабинеттің ерекшелігі жаңа дизайнда ерекше дизайны әр кабинетімізде. Сондағы осы Фарис Сабиханқызының өмірі математика арқылы балаларға еңбек болады. Сондағы мысалға 1939 деп көп қанымдай туған жылы етіп, жоғарыда есеп тұр. Логарифм 13 негізді x қосып 258 теңші тұр. Осыны оқушылар шығарып отырып, Фарис Сабиханқызының туған жылын жауап табатын болады. Яғни келесі тағы мұнда әр сыныпқа арналған есептер. Тек қана 11 сынып емес, мысалға 5 сыныптарға арналған есептеріміз де бар. Міне Фарис Сабиханқыз 2004 жылы зейнеткерге шыққан жылы. Яғни оқушыларымыз 5 сыныпта өтетін тақырыбы ең кіші ортақ есебін табатын болады. Келесі мысалға 8 сыныпта өтетін тақырыптардың бірі 11 сыныпта өтетін көрсеткіштік функциялардан сол негізінен x бізде дәрежеде тұр. Ондағы бізде Фарис Сабиханқыз ардақты ана екен, оның сынып 3 баласы бар екен деп айтатын болады біздің балаларымыз. Келесі мысалға 8 сыныптың балаларына арналған есептеріміздің бірі 2-12-ның 5 дәрежесі, яғни өздеріңіз түсінгеніңіздей 1992 жылы жауап шығады бізде, яғни Фарис Сабиханқыз қазақ СССР халық ағартушысының осы қызметкер екеніне айтып болды балаларымыз. Сонда ол Фарис Сабиханқыз бүкіл өмір бойының біз математика арқылы балаларға тамашалап көрсетіп отырмыз. Және де ол жағында ол бізде енді нағыз математика қажетті біздің 8 сыныптан бастап өтетін тақырыптың бірі ол тригонометрия. Сондай
осы сөзге қарап отырып балалар тақырыпты да дайын болады. Оқушылар бүгінгі үлкен біздің мектебімізде үлкен мереке. Осы мерекемен сіздердің барлықтарыңызды құттықтаймыз. Сіздерге амандық тілеймін, әрқашанда жақсылық тілеймін. Үлкендер жолы ұрпағы оның дегенде өскелең ұрпаққа білім беруде өзіне кәсіп қана емес, өмірлік мәні қылған бір ғасырлық тарихы бар мектебіміздің осындай ардақты ұстаздарының бірі Клара Сәбиханқызы. Еңбек ардагері, Қазақ ССР халық ағартусының озық қызметкері Сәбиханқызы Сәбиханова 1939 жылы 26 майда Ақсуат ауданы Ақсуат селосында көп балалы отбасында дүниеге келді. Еңбек жолын туған ауылы Ақсуатта мектепте аға пионер вожатый болып істей жүріп, 5-6 сыныптарға математикадан сабақ берді. 1956 жылы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының математика факультетіне түсіп, 1962 жылы бітірді. Клара Сәбиханқызы Көкпекті ауданының Горький атындағы қазақ мектебінде және Киров атындағы орыс мектептерінде математикадан сабақ берді. 1967 жылдан бастап 2004 жылға дейін Семей қаласындағы Төлебай Ыдырысұлы Аманов атындағы нөмір 16 қазақ орта мектебінде 37 жыл үздіксіз ұстаздық қызметін атқарды. Осы мектепте 1973-1975 жылдары директордың тәрбиесі орынбасары болып қызмет жасап, облысқа танымал іскер адамдармен қызметтес болды. Клара Сәбиханқызы саналы ғұмырының басым бөлігін ұрпақ тәрбиесіне арнаған. Ұстаздардың еңбегін ұлы ететін өздері емес шәкірті, білім нәрімен сусындатып үйретуден талмаған ұстаздың сан жылдар бойғы еңбегінің жемісі аяулы әрі білімді шәкірт. Әрбір оқушыға білім нәрін құйсам деп мазасы кеткен жан, көптеген саналы азаматтар тәрбиеледі. Ұлағатты ұстаздың алдынан білім алып шыққан шәкірттері әр салада қызмет жасайды. Мен өзім Клара Сәбиханқызының 1993 жылдан білемін. Өзінен кейінгі ұстаздарға қол ұшын созуға дайын, үлгілі, жанашыр ұстаз бола білген ұстаздардың бірі. Бақытын еңбектен таба білген ұстаз отбасылық өмірде адал жар, ардақты ана болды. Клара Сәбиханқызының ері Тәкен ағай Семей таңы газетінде ұзақ жылдар бойы еңбек жасады. Отбасында Сержан, Жаннұр, Гүлнұр есімді 3 бала дүниеге келді. Клара Сәбиханқызының үлкен баласы Сержан Семей медицина институтында, Москвада аспирантурада оқып білім алды. Жаннұр мен Гүлнұр Семей технологиялық институтының экономика факультетін бітірді. Ұстаз ұлағатты есім. Сіздің ұстаздық жолыңыздағы берген тәлім тәрбиеңіз, адамгершілік рухта бағыт бағдар берудегі еңбегіңіз орасан зор. Осындай үлкен еңбектеріңіздің арқасында сізді қасиетті қара шаңырақтың қасиетті тұлғасы екен мақтанышпен айтамыз. Клара Сәбиханқызы мектеп өмірмен байланысын осы уақытқа дейін үзген жоқ. Мектебімізде өтетін түлектермен кездесуде, ұстаздар мерекесінде, атаулы кабинеттердің ашылуында басы қасында болды. Біз 100 жылдыққа дайындалу барысында үйіне барып, сұхбат алып, Клара Сәбиханқызымен кездестік. Экранда қарасаңыздар. Сонда көзі болмасына, өз оқыған халық. Содан кейін 1963 жылы Отбасымның жұмыс алуының байланысы арқылы көктөкті екі аудан бірі ауылы көктөкті өртілді. Сонда жұмыс алуының сонда ең бірінші Горький мектебі қазақ мектебі, Горький атындағы қазақ мектебінде жарты жыл істедім. Сағат аз болғаннан кейін орыс мектебінде сағат орыс мектебінде 5 жыл, 4 жыл. Ана мектебінде 4 жыл істедім. Сонда орыстың балалары бар. Бүгінгі осы шараға келе алмаса да өзінің құттықтау лебіздерін жіберген Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі орыс тілі пәні мұғалімі ардагер ұстаз Ғазиза Жұмағалиқызының видеосына назар аударайық.
Мәдениет мектеп басшысы Бақытгүл Қадырбекқызына зейнеткер ұстаздардың мектепте жарқын еңбектегенін ескеріп, осындай тәрбиелік мәні зор іс-шаралардың жалғасын алып жатқанына қуаныштымын. Сіздерге жұмысты болсын, еңбектеріңіз жарқын. Адам дос Клара Сабиханова бүгінгі ғылым падишасы математика кабинетінің сіздің атырымда ашуын құттықтаймын. Еліңіз сау басын аман болсын. Ұрпақтардың қызығын көре беріңіз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Клара Сабиханова, сержан Сейілханов Қалдықалиұлы және шөбересі Америка құрама штатының Сакраменто қаласынан видео құттықтауына назар аударады. Жаңағы естіп, біздің кабинетімізде қызметке ашып отырғанына сеніп қуанып отырмыз. Біз ойлаймыз, 45 жыл еңбегіміздің нәтижесі енді өз баламызды өңде ақыры мұғалім болып шыққаны біздің еңбегімізде санаймыз. Біз сіздің мақтанышымыз болды. Сізге сол денсаулық тілейміз. Басқа амалымыз балалардың, немерелердің, шөберелердің арасында ойнап көріп жүргенімізге тілектеміз. Бүгінгі іс-шараға келген қонақтарымыздың ішінде Клара Сабиханқызының замандасы, оқулық авторы, өлеңдер жинағының авторы, экономика ғылымдарының докторы Жабайхан Баймұхамедұлына сөз кезегін береміз. Қадірлі ұрпақтарым, бауырларым, қарындастарым, бүгін біз өте үлкен тарихи маңызы бар мектепке үлгі боларлықтай оқушылардың алдында үлкен бір ұстаздың қызметіне арналған соғысының еңбегін айшықтайтын бір мектепті, бір класты ашуға келіп отырмыз. Біз Клара Сабиханова менен достасып, 50 шақты жылдан бері өмірімізді бірге өткіздік. Менің жолдасым да осында жұмыс істеді, Күлшат Төлеухановна деген кісі. Соғысыменен мектепке келіп жұмысқа орналасқаннан бері 50 жылдан артық уақыт өткен екен. Сонан бері өмірдің қызығын да, неше түрлі барып қалғанда бәрін түгел бірге өткізіп, қуанышқа бірге қуанып, артпашылық болса қабағымызды тиіп, соны бірге арқаласуға дайын болған адамдардың біріміз. Біз де азайып келе жатырмыз, өмірдің ол заңы дегенменен осы сияқты біздің достарымыздың, біздің бар кезімізде соның қызығын бірге бөлісуге Алла тағалаға мүмкіндік бергеніне тәубе етеймін. Ана жерде отырған адамдардың көбін таптай танимын. Жұмыс істеген кездерінен, кейін кездерде осындай бір жиын-терген жүргенде, соның бәрінде жалпы бұл мектеп жалғыз мұғалімдердің, жалғыз оқушылардың мектебі емес, өйткені мен сияқты, біз сияқты неше мыңдаған адамдардың балаларын өсіріп осы жерде білім берген азамат болып шығуына жәрдемдескен атақты білім ордасы. Менің де немерелерім бәрі осы мектептен оқып шықты. 6 оқу орнын бітіріп, ең кенжесінің өзі биыл атақты курста оқып жатыр. Астанада өнер университетінде Жанмұхамед деген бала анда-санда келгенде осында кіріп
сәлемдер 11 командасы бесігі ғана басқа келіп шыққанында. Сондықтан бұл мектептің өмірі, бұл мектептің басқан аяғы, бұл мектепте жүріп жатқан жұмыстың бәрі біздің жанұямызда орын солмас үлкен бір тарихи жағдай деп есептеймін. Сондықтан бүгін мінекей арнайы бәрі саяхатынаға еңбегін бағалап, мына мектепті басқарып жатқан қарындастарым, басқа бауырларым бәрі түгел осындай еңбегін бар кезінде көзге елестетіп, келген кеткендердің бәрі түгел көріп жүретіндей, оқып жатқан оқушылардың бәрі түгел білетіндей, осындай бір тарихи жағдай жасағанына мұнда бір алғысымды айтамын. Рахмет, үлкен ризашылығымды білдіріп, сіздердің жұмыстарыңыз нәтижелі болсын. Оқытқан балаларыңызда неше түрлі ғалымдар, неше түрлі ел басқаратын адамдар, неше түрлі мінезі жақсы жанұялар сияқты үлкен адамдарды тәрбиелеп шығарып жатырсыздар. Соның бәріне түгел сіздердің еңбектеріңіз бар екендігін мойындаймын. Үлкен рахмет, үлкеніңе де кішіңе де әр уақытта осы сияқты жақсылықта кездесетін болайын. Бақытты болыңдар. Енді ортаға бүгінгі кеш иесі Клара Сәлиханқызын шақырамыз. Құрметті біздің ардагер ұстаздарымыз, сіздердің бүгін сіздермен жүздесіп, сіздермен көрісіп жатқанымызға біз өте қуаныштымыз. Клара Сәлихановнамен біз бірге жұмыс істедік. Біздің ақылшымыз, біздің апайымыз, біздің әдістемелік көмек беруші ардагер ұстазымыз болды. Сол кісімен біз алдында именіп өтетініміз, киген киімімізге дейін, жүрген жүрісімізге дейін, сөйлеген сөзімізге дейін бұл кісі бізге ескерту жасады. Сондықтан енді бүгінгі үлкен бір шарада енді сіздер өздеріңіз келген қонақтар, сіздерге еркін микрофон берсек деп отырмыз. Әрі өздеріңіздің жастарға үлгі болатын Клара Сәлихановнаның тәжірибесін, шығармашылық жұмысын, бұл кісі негізі 57 жыл мұғалім болған. Соның ішіндегі өздеріңіз көріп тұрсыздар 49 жыл еңбек өтілі бар. Енді бізде 37 жыл біздің осы мектепте еңбек етті. Сол 37 жылдағы немесе 49 жылдағы еңбек өтілін жайында өздеріңіз еркін микрофонмен айтып өтсеңіздер дейміз. Сіздерге біз ұсынып қойған ертіс өңірі газетіне бүгінгі саны міне жаңа ғана шықты. Осы санның қарап отырсаңыздар, неге бұны таратылды деп отырған шығарсыздар. Біз Клара Сәлиханқызына бір бетін арнап, Клара Сәлиханқызының бүкіл шығармашылығы жайында мақала берген болатынбыз. Бұл тілші келіп бізден сұхбат алды. Сол тілшінің мақаласын көре аласыздар. Бұнда Клара Сәлиханқызының туралы жазған. Еркін микрофон келіп сөйлеулеріңізге болады. Қонақтар, білім саласына келген біздің ұстаздар, Клара Сәлихановнаның қолынан дәріс алған оқушының бірі менмін. 45 жыл бұрын осы мектепті бітіргем. Осында отырған мұғалімдердің бәрі біздің білімімізге, өмірдегі алған енді барлық өмір жолымызды анықтаған, соған бағдар берген адамдардың бәрі осы жерде отыр. Мен бәріне бүгін басын дейіп сәл алғысымды айтамын. Мұғалім деген ол тек қана ұстаз емес, ол білім беруші емес, ол адамның көркі, мектептің көркі. Онан кейін қала берсеңіздер, біздің мемлекетіміздің көркі, мемлекетке жан беретін, оған білім беретін, оны әрі қарай жалғастыратын, оған не беретін, күш қуат беретін ең бірінші ұстаз. Сондықтан бүгін біз Клара Сәлихановнаға арнап осы кабинетті ашып отырсыздар. Мыңда бір рахмет. Оқушылардың атынан түлектер, 77 жылғы мектеп бітірген түлектердің атынан сізге мың алғысты айтамыз. Ең бірінші осы басталған кезде барлық класстастарға үндеу салып, соларменен араласып, оларға хабар жіберіп, осы енді бастауды әрі қарай бізде жалғастырайық, бірге болайық деген адамның бірі мен болатынмын. Неге десеңіз, білім саласында қызмет атқарғанына осы ұстаздардың жолын әрі қарай жалғастырғанның бірі менмін. 37 жыл педагогикалық стажым бар екен. Бүгінгі таңда қазір еңбек зейнеткерімін.
білім саласынан кетсем де жұмысымды ары қарай жалғастырып отырмын. Өздеріңіз біліп жатырсыздар, енді облыстық сайлау комиссиясында хатшы болып қызмет атқарып жатырмын. Қызметім өте қиын, дегенмен де қиындыққа мойымайтын, математиканы жақсы білетін оқушының бірі менің деп ойлаймын. Клара Сәбихановна, енді ғұмырыңыз ұзақ болсын, әр уақытта сіздің айтқан ақылдарыңызды, сізбен бірге өткен дәрістеріңізді әр уақытта есімізге аламыз. Неге десеңіз, жиналған кезде бәріміз ұстаздардың алдынан бәріміз өткендіктен ұстаздың еңбек жолы өте қиын, оның бәрін еске алмасақ болмайды. Неге десеңіз, сол арқылы біз білім алдық, сол арқылы біз өмірге деген өзіміздің құштарлығымызды, білімге деген құштарлығымызды ары қарай жалғастырдық. Мен солай деп ойлаймын. Сондықтан бүгін ұстаздардың еңбегі өте зор. Мен енді 2 баланың анасымын, 5 немерем бар. Бір немеремді биыл осы мектепке сабаққа бердім, 1-ші классқа бердім. Ұлым менен қызым орыс мектебін бітірген. Дегенмен де осы мектепке немеремді беріп жатқанда ол айтады: мама, сіз неге қазақ мектебіне бересіз? Орысша берейік, 6-шы гимназияға берейік, экономикаға берейік деп. Сонда менің айтқан бір қана жауабым болды: балам, 16-шы мектептің 100 жылдық тарихы бар. Қазақтың қаны менен тері сіңген мектеп. Бұл жерден шыққан бала тегі бала болмайды. Оған сенің анаң куә деді. Сондықтан да мен ойлаймын, барлығымызды ат салысып, қазір баламыздың бәрін қазақша оқыған, қазақша тәрбие алған, қазақи болғанына шын жүректен тілектес болуымыз керек. Сондықтан барлығымызға денсаулық, шығармашылық табыс, үлкен менің ұстаздарыма тек қана ғұмыр ұзақ болсын деген едім. Көп рахмет. Сізге сөз құрметті әріптестер, Клара Сәбихановна, мен бүгін ерекше қуаныштымын. Өйткені біз Клара Сәбихановна екеуміз бір ауылдікіміз, және Клара Сәбихановнаның әкесінің әлі күнге дейін Сәбихан қорасы, жаңағы Сәбихан сайы деген әлі күнге дейін біздің ауылда бұл аталар осындай. Киелі текті жерден дүниеге келіп, осы киелілікті сақтап отырған, бүгінгі міне кабинет ашып отырған Клара Сәбихановнаның арқасы. Клара Сәбихановна мектепке келген әр баланың жаңағы еркелігін көтеріп, оларға өзінің бағыт-бағдарын беріп, сондай-ақ мектепте жүрген кезінде біз енді 25 жыл мен бұл кісімен бірге істедім. Сол 25 жылда киген киемі бұл кісінің, одан кейін жүрген жүрісі, сондай-ақ жай ғана ұстайтын сумкасының өзі бір жарасымдылық тауып тұратын. Сондай-ақ сабаққа бұл кісінің дайындалуы бір ерекше ыждахатпен дайындалатын. Бір үлкен облыстық, республикалық олимпиадалардан бұл кісінің балалары орын әкелетін. Міне осы жағы бұл бізге үлгі болып қалды. Сондай-ақ ғылыми конференцияларға қатысуы, осылардың бәрі үлгі болды. Клара Сәбихановна, бүгінгі үлкен мереке құтты болсын. Сондай-ақ өзімнің әріптестеріме де осы кабинеттің ашылуын үлгі етемін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Ортамызда осы қалпыңызда жүріңіз. Сізге тек қана жақсылық тілеймін. Клара Сәбихановна, бүгін біздің мектепте үлкен мереке, соған қуаныштымын. Клара Сәбихановна мен 67 деп жазып қойып тұрады. 67 жылы осы мектепке келіп орналасқаннан кейін, келесі бір жылдан кейін 68 жылы мен келдім. Содан бері онда біз кішкентай ғана ескі мектепте 20 мұғалім болды біздің коллективте. Сонда сол үлкен апайлардың қолтығының астында дегендей солармен бірге бізге сондай тәлім тәрбие беріп, осы мектепте мінекей өсіп білімді әрі қарай жалғастырып деген сияқты сондай неге болды. Мен орыс мектебін бітірдім да, орысша, қазақша ол кезде кішкене
тіл жетпей қалатын, сондай орыс мектебін бітірдім, одан орыс факультетінде оқыдым, орыс тілінен сабақ бердім мында келіп. Сонда бізге үйретті ғой, на уроке русского языка ни одного слова на казахском языке, чтобы не произносили. Оны айтсаңдар, онда балалар үйрете алмайсыңдар деп. Сондай мен шығып, бәрімен орысша амандасады. Сонда Әбиғахын айтатын, осы Нұржамал, сен мына 16 мектептің балаларын бүлдіріп бара жатсың, қазақ тілін сөйлемей, мыналар ылғи переменде орысша сөйлейді деп. Сосын Клара Сәбихан айтады, ол жақсы ғой енді мына, Клара кішкене олар орысшаны да бірге енді үлгерсін, үйренсін дегендей. Сондай уақытта біз бірге мінекей Клара Сәбиханмен жұмыс істедік. Мектебіміздің одан кейін ескі мектептен жаңа мектепке көшіп, коллективіміз көбейіп, оқушылар көбейіп, онда да бір қызықтап, мәз болып сондай жақсылығын да, қиыншылығын да бәрін бірге көрген адамбыз. Мынау балаларды о кезде даланың бәрін жинатамыз ғой, көше-көшені бөліп алып жүретіміз ғой. Қазір Гаранодан комиссия келіп, тексеріп алып, сонда ғана, сонда Клара Сәбиханна балаларын бәрін жанында ғана жүріңдер деп жібермейтін, әбден бәрін бітіріп болғанша. Енді мінекей бүгін Клара Сәбиханна енді өзінің мінекей құрметтеп, еңбегінің жемісін алдына жайып деген сияқты мінекей кабинет ашып жатсыздар. Сондай өте қуаныштымын. Клара Сәбиханна, сіздің деніңіз сау болсын, көңіліңіз ақ болсын, аманшылықта болыңыз, Құдайдың берген жасын жасай беріңіз, арамызда жүре беріңіз. Сол енді сізге мынандай келесі сөз кезегін бүгінгі біздің кештің иесі Клара Сәбиханны ортаға шақырып сізге береміз. Сөз береді оған шамалар жұмыс деген ұжымның педагогтары, осы коллективте істеген өзімнің жолдастарым, бәрі достарым, туыс болып кеткен халық. 16-шы мектептесе құлағымыз елеңдеп тұрады өзіміздің. Менің өмірімнің 40 жыл болсын өтті ғой, міне 80-ге келдім. Бұл мектеп мен үшін өмірімнің екінші үйі. Мен осы отырған халықтың қай-қайсынан болса да артық іштеңке істеп қойған жоқ. Бағанадан айтып жатқан шығарған, мен істедім бе жоқ па деп соған өзімден таңғалып отырмын. Әлгі жақсы болар, халық бір-бірі жақсы деп мақтайды дейді ғой. Өсіп бәрін азын-аулақ еңбегімізді мақтап, құрметтеп, қалай жыл болып жұмыс істеп болғаннан кейін мен ойлаған жоқ, маған кабинет ашып, маған осынша құрмет көрсетеді деп. Мектептің әкімшілігіне, барлық математиктерге, оқу бөліміне, менің оқушым мына Гүлнарамен осы мектеп істейтін Тұрғанбаева Гүлнара екеуі кішкентай болатын. Қазір өзімізге бастық болып жүріп жатыр. Мына Гүлнара білдей болатын енді махандар бәрі қазір азамат болды. Осы азын-аулақ еңбегімізді құрметтеп, осындай шаруа істеді деп, оны мынандай қылып кабинет ашып, қаншама еңбек жасап, балаларды дайындап, құрметтеп жатқандарға көп рахмет. Осы өздеріне қазақша айтқанда Құдайдан қайтсын, дендерің сау болсын, еңбектерің жемісті болсын, әрқашанда жеңіске жете беріңдер. Балаларың білімді болсын, өздерің дендерің сау, бақытты болыңдар. Ұзақ өмір сүріңдер. Мен сабағымызда
Армысыздар, құрметті мектеп ұжымы және шәкірттері. Менің атым Әсет болады. Клара Сабитханова менің шешемде болып кеткен, болсын абысынан туады. Үрімғалидің баласы. Енді менің айтарым осы апамыз Клара Сабитханованың еңбегін зор бағалап, төбесін көкке көтеріп, мына ашып жатқан кабинеттеріңіз қайырлы құтты болсын. Білім ошағында оқып жатқан балапандарыңыз, осы кабинеттен ұшып шыққан түлектеріңіз біліммен қайда жүрсе де көзге көріне берсін. Мынау ұлан қайдан ұшып шыққан деген сұраққа Қазақстанның бір белгілі бір өнерлі қызметкері болып жүрген ұландарға қайдан шыққан балапан дегенде Семей қаласының нөмір 16-шы білім ордасынан ұшып шыққан қыраны дегізген сіздердің төбелеріңізді көтеретін балалар көбейе берсін. Әрқашанда дендеріңіз сау болсын, апамыз аман болсын. Осы кісінің еңбегін бағалап, енді бала-шағаларыңызды ары қарай білімін жетілдіре беруі үшін жүректен тілектеспін. Мектеп ұжымына өз семьямыздың атынан үлкен алғысымды білдіремін. Осындай зор қызмет істеп, осындай қуанышқа бөліп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді тағы да Клара Сабитханова туралы естелік айтатындарыңыз, бірге істеген замандастарды сөйлейтіндеріңіз болса дұрса, ал жоқ болса ұстаздар, бірінші мынау Семей қаласының ең бір қарт мектебі тақауда 100 жасқа толды. Сол құтты болсын, ғасыр жасаған мектеп. Анау поэзияның дүлдүлі Қасым Аманжолов оқыпты ғой осы мектептен. Аман былай қойғанда. Сондықтан бұл мектеп өте тарихи мектеп, құнды мектеп. Бұл мектептен осы Семей облысының қазақ балалары, білім алмағандары аздау шығар. Некебаның Сабирина деген мұғалім болды осында. Мен осы мектепте бір аз мұғалім болып істедім. Тамара Құмарына деген кісі декретке кеткенде мен 5-ші курс студенті болатынмын. Сонда келіп соның орнына істедім. Сонымен бұл мектепте 71-ші жылдан бастап білем. 71-ші жылдан бастап Клара Сабитханова менен, Жәкен ағамен білем. Анау Серік деген ұлдың әкесі Искаков Төкен, шешесі Рабиға Ақұнына деген кісілермен бірге жүріп, бірге өттік. Ішіндегі ең жасы мен болды. Мына кісі күлзе осы мектепке 71-ші жылы келді. Содан бастап осы мектепті істеді. Енді не айтамыз? Бұл мектептен, мен Кебаның Сәбірен айтатын, бұл мектептен соғыс жылы 10-шы класс оқушыларын біз соғысқа аттандырдық деп. Сонда қандай мектептің бүгінгі күнге берері қандай екенін, оның қасиеті қандай екенін осыдан ақ біліңіздерші. Қан майданға 10-шы класс оқушыларын мектептен кітаптың қолынан кітабын алып, неске шөгіл арқасына сап соғысқа аттандырған. Енді мен бір тақауда қызметке орналастым, ол қызмет бабының керегі жоқ шығар, енді аяқ астынан өзіме келісіп қалып, енді құтыла алмай жүрмін. Қалалық советтің, ардагерлер советінің бір председателімін. Енді ол советтің атынан келгем жоқ, мен өзім мына кісінің білетін атынан келдім. Сондықтан қалада, Семей қаласында 53 мыңға тарта ардагерлер бар. Соғыс, тыл, еңбек ардагерлер. Соның бірі еңбек ардагер Клара Сабитханованы бүгін бағалап, ардагерді құрметтеп, ардагер ұстазды құрметтеп, класс ашып, осындай бір мәртебеге жеткізіп отырған мына 16 мектептің директоры Бақытгүл Қаділбекқызына және сіз арқылы бүкіл педагог ұжымына көп рахмет айтамыз. Туыстарының, жолдастарының, достарының атынан. Енді жаңа Клара Сабитханованың семьясын мен сізде білесіздер. Анау Сержан деген ол жаңа сөйледі. Ол Москвадан диссертация қорғағанда осында Каканаға менен әкесіменен
Клара Сәбиханна қылдың үстінде жүргендей болды. Ол Москвадан барып қорғау ол кезде қазақ баласы үшін өте күрделі шаруа болды. Ол енді одан кейін кішкентай қыз Гүлі студент болып жүріп қалалық советтің депутаты болды. Жақсы оқығанның арқасында. Сондай бұл кісілердің өздері де балаларда ұлағатты семья. Біз осы кісілерге қарап ойымызды түзеп, өсіп тіктесек артық айтқандық болмас. Клара Сәбиханна, бүгін мынау атыңызға ашылған мектеп класс құтты болсын. Өсіп келе жатқан қазақ балаларына, ұрпаққа бұл өзге өнеге. Сондықтан барлықты сізді құттықтаймын осы мекалаттарым. Барлықтарыңызға жақсылық амандық болсын. Тек осындай қызықта, қуанышта халықтың, ұлтымыздың мәртебесі өсетін жағдайда кезіп жассын. Рахмет. Мен мұғалім емес, менің білімім басқаша. Бірақ бүгін енді Клара Сәбиханы шақырғаннан кейін көтеріліп сондай бүгін енді Клара Сәбиханы енді өте қуанышты тарихта қалатын осы мектептің сондай қуанышты күні болып отыр. Сондықтан мен осы мектеп әкімшілігі көп рахмет айтқым келеді. Осылай мұғалімдердің осы еңбегін бағалап, құрметтеп, осындай математика пәнінен кабинет ашып жатырсыздар. Енді бұл мектептің тарихын естіп жатырмын, керемет бай екен тарихы. Сондықтан әмсе алда жүріңіздер. Енді осы шыққан осыдағы абыройлы аталы азамат пен азаматшылар болып белгілі сондай өмірде орын тапсын. Клара Сәбиханаға айтатын мықты денсаулық, зор денсаулық, осындай қуаныштар өмірде бола берсін. Біз қызықтай берейік. Тек қана жақсылықта, осылай қуанышта жүрейік. Құрметті біздің 16-шы мектептің ұжымы сіздерден тойдан той жалғасып жатыр. Тақырда ғана жаңа қанат айтып өттім, мектеп өткердік. Ғасыр мектебі. Бір ғасырлық мектеп. Сол ғасыр біз мектепте еңбек етіп, мынандай жақсы дәрежеге жетіп, міне бүгін Клара Сәбихананы еңбек бағалап, осындай жақсы кабинет ашып жатқан осы мектептің мен ұжымның барлығына да рахмет. Сіз 71-ші жылы келсеңіз, мен мына мектепке 81-ші жылы келдім. Пенсияны сол жасым жеткеніне шықтық қой. Клара Сәбиханна, бұл кісінің енді баладар сабақ беріп жатқанда баладар дыбыс шығармайды ғой. Қорқып отыр бала жоқ. Енді балалар сені жақсы қолдастайды, міне сол кісінің енді сол мінезі, сол қаталдығы біздің математиктерге берсе екен деп ойлаймын. Енді сізге тілегім жақсы еңбегіңізді бағалап жатқанына жаңағы рахметімізді айта отырып, өзіңізге үлкен зор денсаулық тілеймін. Балаларыңызды білеміз. Америкадағы немере келді де өзінің әкесі мен шешесін қолдап кетті, бәрі сол жақта болып жатыр. Қайда жүрсе де біздің жер шарымыздың қай түкпірі болса да бала шағаларымыз сол қызығын көріп, сол жақтың дәм тұзы жарасып, жақсы азаматтар болып өсін жұмыстарын жалғастай берсін демекпін. Өзіңізге зор денсаулық тілеймін, ауырмаңыз. Мынандай біз мектепке жылда 1 сентябрьде келгенде бәріміз жаңарып, ұсақ балалармен бірге өзіміз жаңа болғанды білетінбіз. Мінекей осы біздің мектептің бір өте ерекше қасиеті. Әрдайым сол балалармен бірге жанымыз жадырап, көңілді жүретінбіз. Енді сізге айтар тілегім, жаңағы қалған ғұмырыңызда қызық қуаныш болсын. Осы мектеп енді сізді ұмытпайды деп ойлаймын. Мектебіміз биыл 100-ге келсе, сіз осы 100-ге келіп осы мектепте 100 жасыңыз тойлауға Құдайым жеткізсін.
да өтейін сізге берейін. Сіз бір тілегіңізді айтыңыз. Өз қайта сөйлей бердім ғой менде. Енді Клара Сәбихановна деген кезде Клара Сәбихановна менің нағашы апайым. Сол ең бірінші. Менің осы мектепте бүгінгі күнге дейін қызмет етуімнің басты себепкері Клара Сәбихановна. Мен осы мектепке Кенже Шәпсейтінна оқушысының меңгерушісі болып кетті. Мен ауылдан сол кезде ғана ауылдан отбасыммен көшіп келдім. Сол кезде мен шешем барып Клара енді мынаны бір жерге орналастыр, мына мұғалім болып келген өзім ауылдан. Енді осы қаланың бір мектебін орналастыр деген болатын. Сол бір ай өтті, октябрьдің 2-сі күні мен осы мектепке жұмысқа орналастым. Сонда бір айдың ішінде бұл кісі келді. Сонда енді ол кезде шынында да Клара Сәбихановнаның мен ең бір немесіне басын дейін бүгінгі күні. Ол кезде телефон жоқ қой. Сол телефон болмаса да мен Диповская деген улицада тұрамын. Қуыста тұрамыз, үйімізді былай табып. Сонда үлкен басы менен әзер дегенде сол менің үйімді тауып келіп, ертеңде сағат 9 болмай мектепке кел деген болатын. Сол ертеңде келіп, Клара Сәбихановна мені Асқарбек Қасабаевич марқұм сол кісінің алдына апарып, осы мектепке жұмысқа орналастырған осы кісі болатын. Сондықтан мен енді нағашы апайыма қай кезде де қарыздармын деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін өзім мен осы мұғалім болып қалыптасуыма, мүмкін басқа бір мектепке, мүмкін аралас мектепке келіп қалуымда мүмкін еден жұмыс істеген деп. Сондықтан бүгінгі ашылып жатқан кабинетімен шын жүректен құттықтаймын, денсаулық тілеймін. Барлық ардагер ұстаздарымызға денсаулық тілеймін. Сіздерді көріп бүгін өте қуаныштымыз. Бір шаттанып, көңіл күйіміз асып-тасып тұр. Әрбіреуіңіздің орныңыз бұл мектепте ерекше екені сөзсіз. Сондықтан сіздердің жандарыңызда жүріп, сіздермен бірге жүріп, Клара апайым болғаннан кейін менің отбасындағы кейбір мерекелер болады ғой, менің жалғыз қызым бар, сол мерекеге бүкіл осы отырған ардагер ұстаздардың барлығы келген болады. Жабайхан атамда келген, Қанат ағамда келген болатын, сол отбасылармен барлығы келген болатын. Сондықтан бүгін енді осы бір сәтті пайдаланып, барлықтарыңызға рахметімді айтамын. Ары қарата өмір жастарыңыз ұзақ болуын тілеймін. Рахмет. Мені көзім таныстырып кетейін. Мен композитор Беке Жамақаевтың қарындасымын. Асты мына бірінші этажда кабинеті бар, Бекен ағамның мүсіні бар. Енді осы киелі мектеп болған кейін Бекен ағам осы мектепте оқыған. Өзім 67 жыл осы мектепте шықтым, оқыдым. Енді бұл мектепке қала бойынша жететін мектеп жоқ. Ең тәрбиелі, ең жақсы мектеп, үлгілі мектептің бірі. Сіздердің арқаларыңыз. Бақыт сізге Маржан. Осы ұйымшылдығымен, бірлік берекесімен жаңарып жатқан мектептің бірі. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Мектепте атақты шыққан оқушыларыңыз көбейе берсін. Енді Клара апай сізге деніңіз сау болсын, 100 жасаңыз. Енді сол 100 жасағанда осы кабинетке келіп 100 жылдығыңызды отметить етейік. Енді мектептен өткен. Сондықтан барлықтарыңызға дендеріңіз саулық, бастарыңызға амандық тілеймін, елерге аман болсын. Өзіміздің бүгінгі ертіс өңірі көріп жатырмыз. Соның бірінші бетінде астында шашып тұрған менмін. Қазір Бекен ағамның жұмысын жалғастырып, қазір Дом культурада енді образование болмаса да, Дом культурада өлең айтам, баян тартам, Бекен ағам аты өшпесін деп 90 жылдығын өткіздік. Сонымен істеп жүрген жұмысым енді жетістен астамда. Сондықтан барлықтарыңызға жақсылық, отбасыларыңызға барлық жақсылық болсын, балаларыңыз аман есен болсын. Рахмет. Салтанатты шараны қорытынды сөз мектебіміздің директоры Бақыт Құрметті қонақтар, құрметті ардагер ұстаздар, педагогтар мектебіміздің бүгін қуанышты күн, жаңа айтып жатырмыз. Бізде 100 жылдық тарихымыз бар болса, біздің тарихымыз өте тереңде, сондықтан да біздің әр күніміз сол тарихтың артқа шегініспен, сол еске алып, тарихтағы әрбір шәкірттерімізді, біздің танымал ұстаздарымызды біз еске алуды ешқашан ұмытпаймыз. Бұл өйткені білім ордасы тек қана білім бермей, тәрбие береді. Тәрбие өзі сол тарихты білуден басталады.
қандай мектепте оқимын, кімдер жұмыс істеді бұл мектепте, кімдер оқыды. Сол бала үшін алдыға мотивация ұмтылу үшін міндетті түрде оны білу керек. Сондықтан да бұл мектебімізде бірнеше кабинеттер қатар-қатар ашылып жатты. Оның барлығына өздеріңіз куә болдыңыздар. Бірінші қабатта ғана жаңа үлкен сән салтанатымен тұрған Бекен Жамақаев ағамыздың кабинеті бар. Жаңа апамыз сөйлеп жатыр, Бейбітжан апай. Біз Махаббат вальсі деп ол кісінің атында жылда дәстүрлі вальс, және мектептің алғашқы қоңырау, соңғы қоңырау, түлектер тек қана осы Махаббат вальсімен үйлейді. Әртүрлі вальстер көп, соның үшін шектеу жоқ, мектептің түлек деген атын білу керек. Төлебай Аманқұдыр сол атындағы кабинет бар, Тамара Құмарованың атында да кабинет бар, Дина Жаркеевна кабинеті дейміз, Ғазиза Жұмағалиевна деп. Осындай кабинеттер бізде өте көп. Ең бірінші барлығының басында бірінші айтқан кезде бізде Жомарт аға Базенұлының бірінші кабинеті ашылып, өздеріңіз соған мұрындық бол. Ол кісінің олимпиадасы болды. Тек қана ол кезде бір қазақ кластарының атында ғана болған олимпиада болса, бұл күндері ол көп қала атындағы. Енді болашақта облыс болса деген арманымыз бар. Сондықтан да соның барлығының басы қасында жүрген осы сіздер, ардагер ұстаздар, сол кісілердің отбасы, міне Қанат аға мен Жабай ханым бірге ілесіп келеді. Бірге жақсы тілектеріңізді айтасыз. Бақыт алған сайын жақсара береді, сіздердің беріп кеткен бір жақсы сөздеріңіз бізге үлкен көпке дейін айтып қуанып отырамыз. Сондықтан да Клара Сәбиханның кабинетіне мен тағы да құтты болсын айтамын. Клара Сәбиханның кейде шәкірттер келген кезде Клара Сәбиханна, Күлзия Мырзабековна деп бірінші математик мұғалімдерден бастап кетеді. Тамара Құмарова, Ғазиза Жұмағалиева, ол кісілер сияқты, Нұржамал Боранбаевна сияқты, Күлзия Досымова сияқты мықты мұғалімдер болды ғой осы мектепте деп. Әрине болды, жұмыс атқарды, өте жақсы шәкірттері қуанады, еске алады ерекше құрметпен. Сондықтан да қалғандарымыз да бізге де сондай ойлаймыз, бізді де болашақта біздің шәкірттеріміз еске алып жүрсе, біз жақсы, ол кісілер қалай еске алды, жақсы мықты мұғалім болды, мықты өз пәндерін жақсы көрді, әсіресе математика мұғалімдері жақсы, өйткені бізді мында олимпиадаға апарды, бізді жетеледі деп айтып жатады. Соның барлығына біз қуанып, сіздерге қарап үлгі аламыз, педагогтарға. Сондықтан да бүгінгі шараға қатынасып жатқан басқа қонақтарға да үлкен алғыс сезімді білдіремін. Бұл мектеп жай мектеп емес, бұл мектеп үлкен қара шаңырақ. Бұл мектептің әр бұрыш-бұрышында үнемі мен педсоветтерге айтып отырамын, бізді қолдап тұрады, қорғап тұрады. Әр бұрышындағы біздің қолдаушыларымыз бар. Өткенде де бір жағдай болып жатқан кезде бір кішкентай өрт шығып айтып жатырмыз, бізді қорғаған сол біздің үлкен ата-аналарымыздың, үлкен осы апаларымыздың бізге деген тілегі, сол кісілердің бізге деген ниеті деп. Мен ана күзетшіміз бар екен, кім осында күзетші істейді, ер азамат бар, сол айтады екен, мен түнде ұйықтап қаламын, мектепке келгенде бір жағын Жамақаевқа тапсырамын, бір жақты Аманов атаға тапсырамын да, өзім жатамын деп. Неге десем, ол екі кісінің аруағы мені қолдайды деп айтады екен. Соны айтып өткенде күліп жатыр, мына жақты Бекен ата, мына жаққа Төлебай атаға беріп қоямын, болды, сосын өзім ұйықтаймын деп. Екі ата мені таң атқанша қорғап шығады деп. Ол да енді үлкен киелі кісілер ғой, үлкен ол кісілер. Сондықтан да бұл да бір күлі айтқанмен енді үлкен мағынасы бар, оны түсініп жатқан ол азаматқа да мен рахмет айтамын, оның қай жерде жүргенін, қайда қызмет. Сондықтан да сіздерге бұнымен аяқталған жоқ, біздің қазір мерекелік дастарханымыз бар, қазір түскі ас уақыты, дәм ауыз тиіп кеттіңіздер. Кабинет осы келіп, ары қарай тек жақсылықтарда жолығысайық деп аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Ұзақ